Міржақып Дулатұлы Бақытсыз Жамал романы 1 бөлім. Өткен қыс шаруаға жеңіл болғандықтан мал күйлі, бие ішті болып, Көктал қыстаған Құрманбет деген атаның ауылы жылдағыдан жайлауға ерте шығып еді. Екі ауылына елдің жайлауы Саумал көлге жағалай ауылдар қонып, былтырғы жұрттарына үй төгіп, көп замай бие де байлады. Қыстай бір-біріне араласпаған ағайындар сағынысып, қашаннан астас тойлас болған әдеттерінше бір ауылды бір ауыл ерулікке шақыра бастады. Боз балалар аралап қымыз ішеміз деген болып, тәуір киімдерін киіп, жақсы аттарын мініп, қызды ауылды қырындап жүрулері көрініп, балалар да асау тайларын үйретпекке еді. Бір күні түс кезінде көлдің жел жағынан шаңдатып шауып келе жатқан бір орыс, бір қазақ көрінді. Балалар қашып үйге тығылып, үлкендер бұл үйге қайта тоқтар ме екен деп тұрғанда, барды да Бекжан деген ауылнайдың үйіне түсті. Жарты сағат болмай-ақ сол жайлаудағы елге ертең осы жерге крестьянский начальник келеді деп мағлұм болды. Әлгі екеуі бірі стражник, бірі поштабай екен. Төренің алдынан үй тіктіріп, лау байлатып, қой сойдыруға шықты. Ол түні ауылнай выборналар ұйықтамастан қызметінде болып, таңертең ауылдан оқшауырақ жерде тігіліп қалған бір ақ үй, бір қоңыр үй көрінді. Сәске кезінде қоңыраулатып пәуескемен төреде келді. Алдарынан етектері дағалиып, жалпылдап шапқан қазақтармен даярлаған үйге тігіліп келіп тоқтағанда, мойындарына шынжырлы знак таққан ауылнай билер неше мәрте шұлғып, қошеметпен тақсырлап үйге кіргізді. Сол арада жұмысы бар жоқ болса да тамашаға 100 кісі жиналып қалған еді. Халықтың қазіргі әңгімесі: начальник не жұмысқа келді екен? Бәлкі биылғы сатып алдың арызы шығып қалған болар десті. Бағзылар: жоқ, оның үшін не келсін? Мәмбеттің болыстығын өзіне әперуге келген шығар, деп әрқайсысы өз ойындағысын айтып, даланы бастарына көтеріп, гүрілдесіп отырғанда, маңайында тер шығып, бөркін қолына ұстап үйден Бекжан шықты. Жұрт бұған қарап: қалай ауылнай, төре қызметке разы ма? Не жұмыспен келген екен деп сұраған соң ауылнай айтты: әлхамдулилля, өзімді бек мақтап, қолымнан қайта-қайта спасибо деп ұстады. Шыққан жұмысы бұл жерде емес екен, Қарасу станциясындағы Қоқыл қаласына барады екен. Мұнда қонақ болып, тынығып, кешке жөнеледі. Өзі бек рақымды кісі көрінеді. Шаруаларың қалай, ел арасы қалай, тыныш па деп сұрады. Анау күнгі байдың мені боқтағанын айтқаным жоқ, оны айтқанда бәлеге болатын еді. Не қылайын? Хасеннің көңіліне қарадым. Және де төренің бір жат хабары сол: қазақтан солдат алынбайды, бірақ мұжықтар секілді қала болам десең 15 десятина жер береді деді. Егін салыңдар, школа ашыңдар, ұлықтарыңды сыйлап, бұйрықтарын орнына келтіріңдер деп насихат айтты. Бекжан начальниктен тағы естігенін сұрай бастағанда, әлгі топтанып отырған халыққа бір жігіт шауып келіп: сүйінші сәрсеке, Шолпан жеңге аман есен босанып, тақия тігіп беретін тапты, деді. Сол уақытта жастар: сәрсеке деп, үлкендер: Сәрсенбай, қуаныш қайырлы болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін, әйел бала демеңіз десті. Сәрсенбай: жоқ, олай демеңіздер, мен қайбір ұл қыз таңдайын деп жүрген кісі деп орнынан тұрып, атына мініп үйіне қайтты.